Менің атым Айгүл, 42 жастамын. Осы жасқа келгенше бір шаңырақтың астында 17 жыл бірге тұрған адамды жақсы танимын деп ойлайтынмын. Оның қалай өтірік айтатынын да, қалай қуанатынын да, бір нәрсеге ренжігенде қалай үнсіз қалатынын да білемін деп сенетінмін. Әсіресе өз күйеуімді. Бірақ бір түні оны туған сіңлім жатқан бөлмеден шығып келе жатқанын көргеннен кейін 17 жыл бойы жанымда жүрген адамды мүлде танымағандай күй кештім. Ең қорқыныштысы сол түні мен көрген жағдай кейін анықталған шындықтың тек басы ғана екен. Ерлан екеуміздің отасқанымызға 17 жыл болған. 2 баламыз бар. Үлкен қызымыз студент, кішіміз 9 сыныпта оқиды. Өміріміз жұрт қызығатындай ерекше болған жоқ, бірақ өзімізге жететін тыныш тіршілігіміз бар еді. Ерлан тұрақты жұмыс істейтін, мен де жұмысымды, үйімді, балаларымды қатар алып жүрдім. Кешке бәріміз бір дастархан басында жиналатынбыз. Демалыс күндері кейде қыдыратынбыз, кейде үйде жататынбыз. Әрине, 17 жыл ішінде ренжіскен кезіміз де болды, ұрысқан кезіміз де. Бір-бірімізге бірнеше күн сөйлемей жүрген кездеріміз де болған. Бірақ мен ешқашан Ерланнан басқа істеген емеспін. Ол да мені сатып кетуі мүмкін деген ой басыма кіріп шықпаған. Ал сіңлім Әселге келсек, оған деген сенімім одан да бөлек еді. Әсел менен 8 жас кіші. Анамыз ертерек қайтыс болғандықтан, оны кішкентайынан өзіме жақын ұстап өстім. Кейде оған әпкеден гөрі анадай болған кездерім де бар. Мектепке киетін киімін таңдағаным есімде. Университетке түскенде менен бұрын қуанған адам болмады. Алғашқы жұмысына орналасқанда да, қандай жағдай болса да маған айт дегенмін. Әсел 34-те келгенімен әлі тұрмыс құрмаған еді. Бірнеше рет жігітпен жүрді, бірақ бірінің мінезі келіспеді. Екіншісімен аралары ұзаққа бармады. Соңғы қарым-қатынас аяқталған кезде қатты қиналды. Сол кезден бастап біздің үйге жиі келетін болды. Жұмысы да біздің үйге жақын. Кейде, әпке, бүгін сендерде қонайыншы, үйге барым келмей тұр, деп телефон соғатын. Мен, қонай бер, сенен кім қашып жатыр, дейтінмін. Тіпті бір кезде қонақ бөлмесіне арнайы оның заттарын қойып қойғамын. Үй киімі, тіс щеткасы, кремдері. Малалар да нағашы әпкесін жақсы көретін. Әсел келсе, үйдің іші бірден көңілді болып кететін. Ерлан да оған ешқашан бөтен адамдай қараған емес. Ол біздің отбасымыздың бір мүшесі еді. Сондықтан кейін болған жағдайды қабылдау маған 2 есе ауыр тиді. Бірақ оған әлі жетеміз. Егер осындай өмірден алынған, соңы күтпеген жерден өзгеретін отбасылық әңгімелер сізге ұнаса, арнамызға қазірден жазылып қойыңыз. Ал оқиғаның соңына дейін тыңдап, Айгүлдің орнында болсаңыз, не істер едіңіз? Пікірге міндетті түрде жазыңыз. Сіздердің жазылуларыңыз, лайктарыңыз бен пікірлеріңіз маған осындай әңгімелердің келесі бөлімдерін баяндауға үлкен мотивация береді. Ал енді оқиғаға қайта оралайын. Бәрі өте ұсақ нәрселерден басталды. Алғашында мен ештеңе байқамадым. Әсел біздің үйге аптасына 1 рет келетін болса, кейін 2-3 рет келетін болды. Кейде жұмыстан тікелей бізге келеді, кейде демалыс күні де. Әпке, не істеп жатырсыңдар? Деп келіп қалады. Бір күні, Әсел, сен үйіңді ұмытып кеткен жоқсың ба? Деп күліп сұрадым. Ол да күлді. Жалғыз үйде отырғанша, сендермен отырған жақсы ғой. Мен ол сөзге мән берген жоқпын. Бірақ қазір өткенге қарасам, дәл сол кезеңде Ерланның да мінезі өзгере бастаған екен. Бұрын Әсел келсе, қалайсың? Деп амандасып, ары қарай өз шаруасымен жүре беретін. Кейін оның жұмысына қызыға бастады. Бастығыңмен жағдайың қалай? Жаңа жобаң не болды? Ана жолы айтқан мәселен шешілді ме? Әсел де бәрін айтып отырады. Бір қарағанда ешқандай оғаштық жоқ. Жездемен балдыздың әңгімесі. Бірақ мен бір нәрсені байқап қалдым. Ерлан бұрын менің өзімнің жұмысымды осынша егжей-тегжей сұрамайтын. Ал Әселдің бір апта бұрын айтқан сөзін
есінде сақтап жүреді. Бір күні кешкі ас ішіп отырғанда Әсел: «Бүгін жұмыста сондай шаршадым» деді. Ерлан бірден: «Ана жаңа басшың тағы бірдеңе айтты ма?» деп сұрады. Мен оған қарап қалдым. «Сен оның жаңа бастығы барын қайдан білесің?» Ерлан менің сұрағымды күтпегендей болды. «Өткенде өзі айтты ғой». Әсел күліп: «Иә, әпке, сен өзің ұмытып қалғансың ғой» деді. Мен де күліп қойдым. Бірақ ішімнен: менің есімде жоқ нәрсе Ерланның есінде қалай жүр деген ой өтті. Сол ой бір секундқа ғана келді, сосын ұмытып кеттім. Бірнеше күннен кейін тағы бір жағдай болды. Мен жұмыстан кешірек келдім. Үйге кірсем, ас үйде Әсел мен Ерлан отыр. Балалар өз бөлмелерінде. Екеуі бір нәрсеге күліп отыр екен. Мен ас үйге кіргенде Әсел сөзін тоқтатты. Ерлан да үндемей қалды. «Не болды?» дедім. «Ештеңе», деді Ерлан. «Неге мен кіргенде үндемей қалдыңдар?» Әсел күлді. «Сен туралы айтып отырдық». «Мен туралы не айттыңдар?» «Айтпаймын». Ол тағы күлді. Мен де жымиып қойдым. Бірақ маған бір түрлі болды. Неге екенін түсіндіре алмаймын. Әйел адамның ішінде бір сезім болады ғой. Нақты дәлел жоқ, бірақ бір нәрсе дұрыс емес екенін сезесің. Сол күні түнде Ерланға: «Әселмен екеуім жақсы дос болып кетіпсіңдер ғой» дедім. Ол телефон қарап жатып: «Не болды тағы?» деді. «Ештеңе, айтып отырмын». «Өз сіңлің ғой». «Өз сіңлім болған соң айтып отырмын». Ол күліп: «Қызғанып жүрсің бе?» деді. Мен де күлдім. «Кімді? Сіңлімді ме?» «Онда болды ғой». Осылай әңгіме аяқталды. Сол кезде шынымен қызғанған жоқпын. Тіпті өз ойыма өзім ұялғанмын. Туған сіңлің, 17 жыл бірге тұрған күйеуім. Осы екі адамнан күдіктену үшін адам қаншалықты жаман ойлау керек деп өзімді сөктім. Бірақ келесі апталарда ұсақ белгілер көбейе берді. Әсел шашын өзгертті. Ерлан бірінші бол. «Саған мұна түс жарасады екен» деді. Әсел жаңа көйлек киіп келді. «Жақсы екен» деді. Бір күні мен шыдамай: «Мен жаңа көйлек алсам байқамайсың. Әселдің бәрін көріп жүрсің» дедім. Ол: «Тағы бастадың ба?» деп күлді. Әсел де: «Әпке, жездем жай айтып отыр ғой» деді. Мен де жай айтып отырмын деп әңгімені жаптым. Бірақ сол кеште дастарқан басында бір сәт болды. Әсел бір нәрсе айтып отыр. Ерлан оған қарап отырды. Сіңлім де оның көзіне қарады. Екеуінің көзқарасы бірнеше секундқа тоқтап қалды. Мен дәл қастарында отырмын, бірақ сол сәтте өзімді артық адам сияқты сезініп кеттім. Өте қысқа сәт. Мүмкін басқа адам байқамас еді. Бірақ мен байқадым. «Айгүл, не болды?» деді Ерлан. Мен бірден: «Ештеңе» дедім. Түрім өзгеріп кетті ғой. Шаршадым. Дастарқанды жинап, ас үйге кіріп кеттім. Әсел артымнан келді. «Әпке, саған не болды?» «Ештеңе». «Бір түрлі болып кеттің». Мен оған бұрылып: «Әсел, сендер Ерлан екеуің көп сөйлесетін болып кеттіңдер ме?» деп сұрадым. Ол қабағын көтерді. «Кім?» «Сен және Ерлан». «Жездеммен бе?» «Иә». Әсел бірден күліп жіберді. «Әпке, сен не айтып тұрсың?» «Ештеңе айтып тұрған жоқпын, сұрап тұрмын». «Қойшы». Ол ыдысты қолыма беріп: «Сен шаршағансың» деді. Сосын ештеңе болмағандай бөлмеге кіріп кетті. Мен сол жерде жалғыз қалдым. Өзімді ақымақ сезіндім. Расымен, мен не істеп жүрмін? Сол күннен кейін бұл тақырыпты қозғамадым. Бірнеше күн тыныш өтті. Тіпті күдігім де басылғандай болды. Бірақ бір жұма өткен соң Әсел тағы бізде қонды. Сол күн әлі күнге дейін есімнен кетпейді.
Кешке бәріміз бірге тамақтандық. Балалар ертерек бөлмелеріне идірне кірді. Мен де қатты шаршаған едім. Әсел, төсек орның дайын, дедім. Рахмет, әпке. Ол қонақ бөлмесіне кірді. Ерлан екеуміз өз бөлмемізге жаттық. Сағат 12-ден асып кеткен. Қанша уақыт ұйықтағанымды білмеймін. Бір кезде оянып кеттім. Алғашында неге оянғанымды түсінбедім. Жанымдағы орын бос. Қолымды созып көрдім. Ерлан жоқ. Дәретханаға кеткен шығар. Көзімді жұмып қайта жаттым. Бірақ 5 минуттай өтті. Ол келмеді. Телефонымды алдым. Түнгі 2-ден 20 минут кетіпті. Тағы бірнеше минут күттім. Сосын орнымнан тұрдым. Дәлізге шықтым. Үйдің іші қараңғы. Асүй жаққа қарадым. Жарық жоқ. Дәретхананың есігі ашық. Ешкім жоқ. Сол сәтте қонақ бөлмесінің есігінің тұтқасы қозғалды. Мен тұрған жерімде қатып қалдым. Есік өте баяу ашылды. Ішінен Ерлан шықты. Жүрегім бірден қатты соға бастады. Ол да мені көрді. Қозғалысын тоқтатты. Біз бірнеше секунд үнсіз қарап тұрдық. Менің көзім оның артындағы жабылған есікке түсті. Ол бөлмеде Әсел жатыр. Сен мұнда не істеп жүрсің? Дедім. Ерлан бірден жауап берген жоқ. Әселдің басы ауырып қалды. Не? Басы ауырып қалды дедім. Сосын? Дәрі сұрады. Мен оған қарап тұрдым. Дәрі біздің бөлмеде ғой. Ерланның түрі өзгерді. Айгүл, түн ішінде бастамаш. Мен не бастап тұрмын? Сенің не ойлап тұрғаныңды көріп тұрмын. Мен ештеңе ойлап тұрған жоқпын. Неге сіңлімнің бөлмесінен түнгі 2-де шығып келе жатқаныңды сұрап тұрмын. Ол бір сәт үндемеді. Сосын, айттым ғой, басы ауырды, деді. 10 минут бойы ма? Сағатқа қарап жаттың ба? Міне, осы сөзі менің күдігімді күшейтіп жіберді. Егер ештеңе болмаса, неге бірден ашуланады? Иә, қарадым. Ерлан, қойшы Айгүл, деп менің жанымнан өтіп кетті. Мен оның артынан қарадым. Сосын қонақ бөлмесінің есігіне қарадым. Бір сәт есікті ашып, Әселден не болды деп сұрағым келді. Бірақ аша алмадым. Қорықтым. Бұл қорқыныштың өзін түсіндіру қиын. Жауап естігім келеді, бірақ сол жауаптан қорқасың. Өйткені бір нәрсе рас болып шықса, бұрынғы өмірің сол секундта аяқталатынын сезесің. Бөлмеме қайтып келдім. Ерлан арқасын беріп жатыр. Мен де жаттым. Бірақ сол түні 1 минутта ұйықтамадым. Таң атқанша төбеге қарап жаттым. Кейде Ерланға қараймын, кейде көзімді жұмамын. Басымда бір ғана сұрақ. Ол бөлмеде не істеді? Таңертең ас үйге шықсам, Әсел шай ішіп отыр. Шашын жинап алған. Үстінде үй киімі. Мені көргенде, «Қайырлы таң, әпке», деді. Дауысы кәдімгідей. Мен қарсына отырдым. Жақсы ұйықтадың ба? Иә. Басың ше? Сол сәтте оның қолындағы кесе тоқтап қалды. Өте аз уақытқа. Бірақ мен көрдім. Не? Түнде басың ауырды ма? Иә. Қатты ма? Біраз. Қазір ше? Қазір жақсы. Дәрі іштің бе? Ол маған қарады. Иә. Мен тағы сұрағым келді. Қандай дәрі? Бірақ сол кезде балалар ас үйге кіріп келді. Әсел бірден солармен сөйлесіп кетті. Мен үндемедім. Бірақ сол таңнан кейін бұрынғы Айгүл жоқ еді. Мен күдіктене бастадым. Әсел түске қарай үйіне қайтты. Есіктен шығарда әдеттегідей мені құшақтады. Кешке хабарласамын, әпке. Мен де оны құшақтадым.
Бірақ бір сезім пайда болды. Алғаш рет туған сіңлімнің құшағында тұрып, оған сенбей тұрдым. Осы сезімнің өзі жанымды ауыртты. Келесі бірнеше күн Әсел келмеді. Ерланда ештеңе болмағандай жүрді. Мен үндемедім. Бірақ енді оның әр қимылына мән беретін болдым. Телефонын бұрын үстел үстіне тастай салатын, енді үнемі жанында. Асиге барса да алады. Жуынатын бөлмеге кірсе де алып кетеді. Бір күні телефоны үстелде жатқанда қолыма алдым. Бұрынғы құпия сөзін тердім. Ашылмады. Тағы бір рет тердім. Ашылмады. Парольді ауыстырдың ба? Деп сұрадым. Ерлан маған бірден қарады. Иә. Неде? Жұмысқа байланысты. Бұрын жұмысқа байланысты пароль ауыстырмайтын едің ғой. Айгүл, телефон ғой. Парольді ауыстыру үшін саған есеп беруім керек пе? Мен үндемедім. Ол телефонын қолыма алып қойды. Бұрын мұндай сұраққа ашуланбайтын. 2 аптадай Әсел бізге келмеді. Бір жағынан ішім тыныштала бастады. Мүмкін бәрін өзім үлкейтіп жібердім. Осы ойға сенгім келді. Бір күні Ерлан жұмыстан гүл алып келді. Мынау саған. Мен таңғалдым. Не болып қалды? Не болуы керек? Жай сұрап тұрмын. Әйеліме гүл алып келуге болмай ма? Күліп гүлді алдым. Сол кеште өзімнен ұялдым. Мына адамды неге күдіктеніп жүрмін? Бәлкім шынымен ештеңе болмаған шығар. Мүмкін Әселдің басы ауырған шығар. Мүмкін Ерлан тек көмектескен шығар. Мен қалыпты өміріме қайта оралғым келді. Бірақ 3 күннен кейін Әсел маған телефон соқты. Сенбі күні еді. Ерлан, машинаның майын ауыстырып келемін, деп үйден шығып кеткен. 1 сағаттай өткенде Әсел қоңырау шалды. Әпке, не істеп жатырсың? Үйдемін. Біраз сөйлестік. Сосын ол, Ерлан жезде үйде ме? Деп сұрады. Жүрегім бірден шым ете қалды. Жоқ, Әсел үндемеді. Неге сұрадың? Жай. Не жай? Бір нәрсе сұрайын деп едім. Маған айт? Жоқ. Жездеме қатысты. Не нәрсе? Кейін айтамын. Осыдан кейін телефонымды қойдым. Терезенің алдына барып тұрып қалдым. Неге ол менен Ерланды сұрайды? Сол күні үйге келгенде, машинаны жөндеттің бе дедім. Иә. Ұзақ болып кетті ғой. Кезек болды. Ол көзіне қарамай сөйлеп тұрды. Сол сәтте менің күдігім қайта оянды. Бірақ дәлел жоқ. Тек сезім. Бірнеше күннен кейін Ерлан душқа кірді. Телефоны кереует үстінде қалды. Соңғы уақытта мұндай болмайтын. Мен оған жоламадым. Бірақ кенет экран жанды. Бір хабарлама түсті. Экранда тек «Бүгінгі үшін» деген сөз көрінді. Ары қарай жазылғаны ашық экранға сыймады. Жіберген адамның аты да мен білмейтін атпен сақталған. Телефонды қолыма алдым. Құпия сөзін білмеймін, жүрегім қатты соғып тұр. Дәл сол кезде жуынатын бөлменің есігі ашылды. Телефонды орнына қойдым. Ерлан шықты. Ең бірінші істегені телефонға қарау болды. Хабарламаны көрді, экранды бірден өшірді. Кім жазды? Дедім. Жұмыс. Сенбі күні де жұмыс істей ме? Айгүл, тағы не болды? Мен оған ұзақ қарап отырдым. Ештеңе, бірақ сол күннен кейін мен шындықты білмей тыныштала алмайтынымды түсіндім. Көп күтудің қажеті болмады. Келесі күні балалардың бірі Ерланның телефонын сұрады. Әке, мынаны ашып берші. Ерлан аулада жүрген. Кодты тере сал, деп 4 сан айтты. Мен Асиде тұрғанмын. Сол 4 санды анық естідім. Есте сақтап қалдым. Сол күні телефонға жоламадым. Кешке де. Өзіммен өзім күрестім. Бұлай жасау дұрыс емес. Телефон жеке нәрсе. Егер ештеңе болмаса ше?
Бірақ екінші ой маза бермеді. Ал егер болса ше? Түнде Ерлан ұйықтап қалды. Телефон тумбочканың үстінде жатты. 1 сағаттай оған қарап жаттым. Ақыры қолыма алдым. Саусақтарым дірілдеп тұр. 4 санды тердім. Телефон ашылды. Жүрегімнің соққысын өзім естіп жатқандаймын. Хат алмасатын қосымшасын аштым. Әселдің аты көрінбеді. Бір сәтте кеудемнен үлкен жүк түскендей болды. Жоқ екен. Мен бәрін ойдан шығарыппын. Бірақ неге екенін білмеймін. Әсел 890 телефон нөмірін іздеп көрдім. Сонда олардың хаттары шықты. Әселдің аты кәдімгі хаттардың арасында көрінбейтіндей етіп, олардың жазысқан әңгімесін бөлек жасырып қойған екен. Осыны көрген сәтте-ақ бір нәрсенің дұрыс емес екенін түсіндім. Егер кәдімгі жезде мен балдыздың әңгімесі болса, оны неге жасыру керек? Чатты аштым. Алғашқы хаттарында ештеңе жоқ. Әптен неде ме? Балалар келді ме? Бүгін барасың ба? Жұмысың қалай? Төмен қарай жылжыта бастадым. Бірнеше апта бұрынғы хаттар. Әңгіме біртіндеп өзгере бастады. Ерлан. Кеше айтқаның есімнен кетпей жүр. Әсел. Олай жазба. Ерлан. Неге? Өзің де сезесің ғой. Менің қолым тоңып кеткендей болды. Әрі қарай оқыдым. Әсел жазыпты. Бұлай жалғастыра алмаймыз. Айгүлге қарауға ұяламын. Осы сөйлемді бірнеше рет қайта оқыдым. Не нәрсеге ұялады? Нені жалғастыра алмайды? Төмен қарай жылжыттым. Ерлан. Онда неге мені іздей бересің? Әсел. Өйткені өзімді тоқтата алмай жүрмін. Мен телефонды қолымнан түсіріп ала жаздадым. Бірақ тоқтамадым. Ені қорқсам да бәрін білгім келді. Тағы төмен түсірдім. Сонда Ерланның бір хабарламасын көрдім. Оны оқыған сәтте денем мұздап кеткендей болды. Сол түні бөлмене кірмеуім керек еді. Сол түні мен бірден дәлізде тұрған өзімді есіме түсірдім. Түнгі 2, Әселдің бөлмесінің есігі, ішінен шығып келе жатқан Ерлан. Басы ауырып қалды деген өтірігі. Ал енді өз қолымда күйеуімнің сол түні бөлмене кірмеуім керек еді деген хаты тұр. Мен келесі хабарламаға қарадым. Оны ашуға қорықтым. Өйткені сол хабарламада Әселдің жауабы тұр еді. Ал ол жауап менің 17 жылдық некем туралы барлық шындықты өзгертіп жіберетінін ол кезде әлі білмедім. Бірінші бөлім осымен аяқталды. Екінші бөлімде Айгүл Әселдің жауабын оқиды. Ерлан мен Әселдің арасында сол түні нақты не болғанын біледі. Ең бастысы, Айгүл екеуін бір дастарқанның басына отырғызып, беттеріне хаттарын қойған кезде олар күтпеген шындықты мойындайды. Жалғасын өткізіп алмау үшін дәл қазір арнаға жазылып қойыңыз. Ал сіздің ойыңызша, Ерлан сол түні Әселдің бөлмесіне не үшін кірді? Пікірге өз болжамыңызды жазыңыз және видеоны лайкпен қолдаңыз. Сіздердің арнаға жазылуларыңыз, пікірлеріңіз немесе лайктарыңыз маған осы әңгіменің келесі бөлімін баяндауға үлкен мотивация береді. Жалғасы екінші бөлімде.